Ақжайық резервациясында өрт жағдайына байланысты әкім облысының қаулысымен, бұйрығымен және Батыс өңірлік қолбасшылық әскерлер қолбасшысының бұйрығымен 99-245 әскери бөлімінің аумақтық қорғаныс бригадасы. Соның жеке құрамы осы дабыл бойынша көтеріліп, өрт сөндіру жұмыстарына мемлекеттік төтенше жағдайлар қызметімен бірлесіп, өрт сөндіру жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Жаңағыда мемлекеттік төтенше жағдайлардың құралдарымен және өзіміздің техникаларымызбен 30 адам көлемінде жеке құрам өрт сөндіру жұмыстарын бірлесіп жүргізіп келеміз.